Ұлттық қор балаларға ең негізгі сұрақтарға ең нақты жауаптар. Бүгінгі блогымда сіздерге бағдарламаға кімдер қатыса алады, баланың жеке мәліметін қалай тексеруге болады, 18 жылда шотта қанша ақша жиналады, ақшаны неге жұмсауға болады, жинақ ақшаны алмаса не болады, бір үйдің балалары ортақ депозит аша алады ма, 16 жастан кейін алуға бола ма, бала қайтыс болған жағдайда не болады, жинақтарды тексеруге мүмкіндігі бола ма, егер егов кз порталындағы жеке кабинетте бала туралы деректер көрсетілмесе, азаматтығы туралы мәліметтер болмаса, қайда жүгінуге болады? Қандас мәртебесі бар балалар ұлттық қор балаларға жобасына қатыса ала ма? Жоба кімдер үшін тиімсіз сынды осындай сұрақтарға жауап таба аласыздар. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылда жолдамасында балаларға арналған ұлттық қор жобасын іске қосу туралы бастама көтерген болатын. Әр отбасы елдің ұлттық байлығынан өз үлесін алуы керек екендігін мәлімдеген. Президент ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының 50%-ын балалардың арнаулы жинақтаушы шотына 18 жасқа толғанға дейін аударуды ұсынған болатын. Бұл ретте оны мерзімінен бұрын шешуге болмайды. Бұл қаражат өскелең ұрпаққа ересек өмірге нағыз жолдама береді деген ойын жеткізген еді. Ұлттық қор шынымен де ұлттық деген мәртебеге ие болып, халықтың мүддесіне қызмет етуге тиіс екенін нақты атап өтті. Содан бергі уақытта жобаның жай-жапсарын талқыланып, тиісті заң жобасы парламентте қаралып, президенттің қол қоюымен қабылдау процестер соңына дейін жетті. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап іске қосылған. Қаңтар айының соңына дейін елімізде 18 жасқа дейінгі балалардың деректері жиналып, арнайы шоттар ашылды. Сондай-ақ ұлттық қордың 2023 жылғы табысымен әр балаға бөлінетін ақшаның да есебі жасалды. Ендігі ретте шоттарға ақша түсіру жұмыстары басталып кетті. Осы орайда көптің көкейінде жүрген негізгі сұрақтарға нақты жауап бере кетейік. Бағдарламаға кімдер қатыса алады? Бағдарламаға 18 жасқа толмаған әрбір қазақстандық бала қатысуға құқылы. Соңғы деректерге сүйенсек, еліміздегі 18 жасқа дейінгі 6.700.000 бала бар екен. Ескерте кетейік, егер 18 жасқа толмаған бала шетелге көшіп, Қазақстан азаматтығынан шықса, онда оған ұлттық қордан ақша төленбейді. Ал егер бала шетелде өмір сүрсе, бірақ қазақстандық азаматын өзгертпесе, оның шотына кәмелет жасқа толғанға дейін қаражат аударыла береді. Егер бала азаматтығын өзгертіп, шетелде белгілі бір уақыт тұрып келсе, және Қазақстанға оралғаннан кейін республика азаматтығын қайта алса, онда арнайы жинақтаушы шот жаңадан ашылады. Баланың жеке мәліметін қалай тексеруге болады? Баланың жеке мәліметін электрондық үкімет сайтына өтіп, жеке кабинетінен тексеруге болады. Жеке кабинетке кіргеннен кейін, оң жақ жоғары бұрышта орналасқан жерде есіміңізге басу керек. Пайдаланушы деректерінде құжаттар, неке қию туралы мәліметтер, әлеуметтік мәртебе және тағы басқа бөлімдердің арасында балалар туралы мәліметтер бөлімі болады. Көптеген азамат, тіпті балалары бар адамдарда бұл жерден кейде хаж балалар бойынша деректер жоқ деген ақпаратты көруі мүмкін. Оған бола уайымдаудың қажеті жоқ. Бұл ақау емес. Бұл мәліметті кейін жеке деректеріңізге өз бетіңізше енгізе аласыз. Ол үшін қосу батырмасын басып, баланың ЖСН енгізу керек. Жаңартудан кейін жеке деректеріңізде балаңыз туралы ақпарат пайда болады. 18 жылда шотта қанша ақша жиналады? Ұлттық қордың инвестициялық табысынан баланың үлесін аудару үшін арнайы шот автоматты түрде ашылады. Жиналған қаражатты мерзімінен бұрын шешіп алу мүмкін емес. Болжам бойынша 2024 жылы дүниеге келген сәбилердің шотында 18 жыл ішінде $3.500 жиналады. Алайда бұл нақты сома емес, өзгеруі мүмкін. Бәрі ұлттық қордың әр жылдық табысына байланысты. Ал бағдарламаларға 17 жастан бастап қосылған баланың шотына 1 жылдық үлес қана түседі де, келесі жылы 18-ге толғанда оны шешіп алуға тиіс болады. Шоттағы ақша доллармен есептеледі.
және 18 жасқа толғанда доллармен беріледі. Ұлттық қордың қаражатына салық салынбайды. Ақшаны неге жұмсауға болады? 18 жасқа толған қазақстандықтар ұлттық қордың табысынан жиналған қаражатты тек 2 мақсатта пайдалана алады. Біріншісі баспана сатып алу немесе тұрғын үй жағдайын жақсарту. Бұл ретте тұрғын үйді тек Қазақстан аумағында ғана сатып алуға рұқсат етіледі. Екіншісі білім алу. Отандық жоғары оқу орындарымен қатар шетелдік университеттерде де оқуға мүмкіндік бар. Заңда қаражатты емге жұмсау мүмкіндігі қарастырылмаған. Жинақ ақшаны алмаса. Егер бала 18 жасқа толғаннан кейін жиналған ақшасын алмаса, ол шотта 10 жыл бойы сақталады. 10 жылдан кейін де қажетті болмаса, қаржы сол адамның зейнетақы шотына аударылады. Біреудің балалары ортақ депозит аша алады. Бір отбасының балаларына ұлттық қордан жиналған қаражатты отбасы банктегі ортақ депозитке аудару құқығы беріледі. Яғни ағайынды балалар кәмелетке толғаннан кейін шоттағы ақшасын отбасы банкіне аударып, бірігіп пәтер сатып алады. Балалардың арнайы жинақтаушы шоттарының операторы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры болады. 16 жастан кейін алуға бола ма? Ұлттық қордан балалардың арнаулы шотына аударылатын қаражатты 16 жаста колледжге оқуға түсу үшін алуға болмайды. Ақша тек 18 жасқа толған қазақстандықтарға беріледі. Бала қайтыс болған жағдайда не болады? Әрине, мұндай жағдайдың да орын алуы мүмкін. Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы заңға сәйкес жинақтарды алушы бала қайтыс болған не оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпке сәйкес оның шотындағы ақша мұраға қалдырылады. Баланың мұрагері болып саналатын адам уәкілетті операторда банктік шот ашады. Жинақтарды тексеру мүмкіндігі бола ма? Кәмелетке толмаған баланың ата-анасы немесе оның заңды өкілдері шотқа ақша түспегенін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтынан немесе мобильді қосымшасынан тексере алады. Ол үшін баланың ЖСН енгізсе болғаны. Ал бірнеше жылда жинақталған қаражатты көру үшін егок кз порталындағы жеке кабинетіне кіруі керек. Электрондық үкімет порталында баланың ұлттық қор балаларға жобасы бойынша жиналған қаражаты туралы ақпаратқа қол жеткізу үшін оның деректерін тексеріп жаңарту қажет. Егер егов кз порталындағы жеке кабинетте бала туралы деректер көрсетілмесе, немесе азаматтығы туралы мәліметтер болмаса, қайда жүгінуге болады? егов кз порталындағы жеке кабинетте бала туралы деректер болмаған жағдайда халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет. Қазақстан Республикасының азаматтығына жататындығын айқындау үшін тұрғылықты жері бойынша көші-қон қызметі бөліміне жүгіну және қажетті құжаттардың тізімін алу қажет. Қандас мәртебесі бар балалар ұлттық қор балаларға жобасына қатыса ала ма? Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңға сәйкес, Қазақстан Республикасының азаматтығын алғаннан кейін бала ұлттық қор балаларға жобасына қатыса алады. Жоба кімдер үшін тиімсіз? Балаларының бәрі кәмелеттік жастан асқан не мүлде баласы жоқ отбасыларға ұлттық қордан үлес бөлінбейді. Сондықтан қоғамның бір бөлігі жобадан тыс қалады. Бұл шешім олар үшін әділетсіз, не тиімсіз көрінуі әбден мүмкін.